Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, менің есімі Ибрагим Алинур. Мен Сәтбаев университетінің киберқауіпсіздік ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасының 3-ші курс студентімін. Осы видеода біз TryHackMe платформасындағы Мистер Робот ойынын өту барысын талдайтын боламыз. Жалпы жұмыс барысы келесі кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең желіге қосылу, яғни біз TryHackMe платформасының ішкі желісіне OpenVPN арқылы қосыламыз. Екінші кезең барлау. Бұл кезінде біз мақсатты жүйе туралы бастапқы ақпарат жинаймыз. Яғни ашық порттарды, веб-сайт құрылымын және қолжетімді беттерді анықтаймыз. Үшінші кезең талдау. Мұнда біз табылған ақпаратты тереңірек зерттеп, жүйеде қандай қызметтер жұмыс істеп тұрғанын және қандай осалдықтар бар екенін анықтаймыз. Төртінші кезең осалдықты пайдалану. Бұл жерде біз табылған әлсіз тұстарды пайдаланып, жүйеге бастапқы қол жеткіземіз. Және бесінші кезең артықшылықты арттыру. Бұл кезеңде біз өз құқықтарымызды арттырып, рут деңгейіне дейін жетуге тырысамыз. Сәйкес парақша өткен соң, бұл жерде біз алдымен осы платформада регистрация және код жасап алу керек болады. Кейін бұл жерде біз Join Room және Start Machine деген батырманы басамыз. Енді бірінші кезеңді қарастырайық, яғни желіге қосылу. Ол үшін біз осы профильдің суретіне басып, Manage Account деген жерге өтеміз. Бұл жерде VM and VPN Settings бөлімін талдап, біз Configuration файлды жүктейміз. Оны жүктеп болған соң, біз терминалға өтіп, бұл жерде алдымен cd downloads деп жазамыз, өйткені бізде барлық жүктелген файлдар осы downloads'тың ішінде сақталады. Енді OpenVPN бағдарламасын іске асыру керек. Ол үшін біз sudo жазамыз, яғни суперюзерді келесі қадамды администратордың атынан орындау. OpenVPN бағдарламасы және config деген жерге біз жүктелген configuration файлды қоямыз. Бұл жерге біз Kali Linux-қа кіретін парольді енгізетін боламыз. Егер бәрін дұрыс жасайтын болсақ, бұл жерде бізде initialization sequence complete, яғни байланыс жасалған деген сөз. Енді сайтқа қайта өтсе, бұл жерде бізге 1 минуттан кейін IP адрес беріледі. Біз сол IP адресмен жұмыс жасайтын боламыз. Егер біз желіге қосылып болған соң, біз бұл жерде check деген батырмаларды бассақ болады. Мінекей бізге IP адрес берілді. Енді біз осы IP адрес бойынша порттарды және сервистерді сканерлейік. Ол үшін біз терминалға өтіп, бұл жерде nmap деген құралын пайдаланамыз. Яғни ол құрал, ол бізде ашық порттарды және сервистерді анықтауға мүмкіндік беретін құрал. Бұл жерде біз жазамыз SC, яғни стандартты сканерлеу. SC ол бізде сервистердің версиясын көрсетеді, және A агрессивті скан. Және бұл жерге біз сәйкесінше біздің IP адресімізді қоюымыз керек. Мінекей бізде сканерлеу басталды, енді сәл күте тұру керек. Мінекей бізде сканерлеу біткен соң, бұл жерде 22, 80 және 443 порттарды байқаймыз. Яғни 22-ші порт ол бізде SSH протоколы бойынша жұмыс істейді. 80-ші порт ол HTTP, ал 443 SSL HTTP протоколында жұмыс істеп тұр. Traceroute деген жерге байқасақ, яғни бізде нысанаға дейін жүргізілген қашықтық ол 3 секіру болды. Енді біз сәйкесінше осы IP адреспен сайтқа өтейік. Бұл жерде байқап тұрсақ, осындай сайт ашылды және осындай анимациямен. Егер бұның исходный страницасын, яғни view page source'ты көрсек, бұл жерде бізді қызықтыратын еш нәрсе жоқ екенін байқаймыз. Енді біз бұл сайттың қасына robots.txt дегенді жазайық. Яғни robots.txt дегеніміз ол бізде сайттың түбірлік қалтасында орналасатын арнайы мәтіндік файл.
Ол іздеу жүйелерінің боттарына сайттың қай беттерін көруге болатынын, қайсысын болмайтынын көрсетеді. Яғни бұл сілтеменің қасына біз жазамыз robots.txt деп. Байқап тұрсақ, бізде келесідей файлдар шығады. Бұл жерде біз байқасақ K1 of 3, яғни үш кілттің біреуі осы жерде сақталған. Оны ашу үшін біз осы файлды скопировать етіп, сілтеменің қасына қоямыз. Байқап тұрсақ, мінекей бізде бірінші кілт, біз бұны бірінші сұрақтың жауабына қойсақ, ол бізге дұрыс деп көрсетіп тұр. Енді екінші сұрақтың жауабын тауып алайық. Ол үшін бізге жүйеге қол жеткізу керек. Оған біз GoBooster деген құралды пайдаланатын боламыз. Яғни GoBooster ол бізде жасырын файлдарды және папкаларды іздеуге мүмкіндік беретін құрал. Dir ол бізде Directory Brute Force, яғни санау әдісі бойынша папкалардың тізімін шығаратын болады. U ол бізде URL, яғни оған біз сәйкесінше сайттың сілтемесін қоюымыз керек. Яғни осыны. Және V ол бізде word list, ізделетін атаулар тізімін экранға шығаратын боламыз. Енді бұны біз іске асырайық. Байқап тұрсақ, бұл жерде статус 403, ол бізде сервер біздің сұранысты түсінді, бірақ оны ашуға тыйым салады. 301 ол бізде қажетті ақпараттар келесі адрес бойынша бағытталған. Яғни осының ішінде байқап тұрсақ, бізде VP admin деген бөлімі бар. Ол бізде яғни кіру беті. Оны ашып алу үшін біз осы сілтемеге Ctrl және Т4-дің сол жақ батырмасын басу арқылы ашып аламыз. Мінекей бізде осындай кіру беті ашылған, және оған сәйкес бізге логин және парольді тауып алуымыз керек. Бізде VP admin кіру бетінен гөрі тағы лиценз деген папка бар. Яғни оның ішінде бізде мүмкін пароль және логин сақталуы керек. Біз бұны сәйкесінше сайттың қасына қояйық, яғни сілтемеге. Оны ашып алсақ, бізде осындай бет ашылады. Бұл жерге кішкене аста түсірсек, осындай шифрлаған код шығады. Біз бұны сәйкесінше копировать етіп, бұл жерге осы сайтқа кіріп қоямыз, және бұл жерде капчаны орындайық. Егер отправить и найти деген батырмасын бассақ, мінекей бізде осындай кері қалпына келген сөзде шығады. Мүмкін бізде бұл жерде Elliot ол логин, ал осы ол бізде пароль болуы мүмкін. Егер логин бассақ, бізде сайтқа доступ ашылды, яғни біз керек пароль және логинді тауып алдық. Енді бұл жерге біз reverse shell деген құралды енгізуіміз керек. Яғни reverse shell дегеніміз ол бізде белгілі бір нысана бойынша шабуылдаушыға кері қосылып, оны қашықтан код орындауға мүмкіндік алу. Яғни бұл жерде біз кіреміз appearance, editor, және кез келген PHP файлды ашайық. Мысалы, мен author bio PHP-ні ашып аламын. Және бұған біз басқа кодты қоюымыз керек, яғни біздің reverse shell-дің кодын. Оны қайдан табу керек екендігін мен описаниеда қалдыратын боламын. Міне біз осыны копировать етеміз, және мынаның кодын орнына қоямыз. Және бұл жерде бізге сәйкесінше IP адрес және портты ауыстыруымыз керек. IP адресті бөлу үшін біз терминалға өтіп, бұл жерде IP-A деген команданы орындаймыз. To0 ол бізде OpenVPN арқылы қосылғанда бізде берілетін IP адрес. Яғни біз бұны копировать етеміз, және
осының орнына қоямыз. Ал портқа біз кез келген бос портты қоямыз. Мен мысалы 4 деп қоямын. Және update файл деген батырманы басамыз. Енді бізге сәйкесінше осыған тыңдалым жасап алуымыз керек. Яғни біз жазамыз келесі команданы netcat. L ол бізде listening, яғни тыңдалым, N ол node.ns, біз яғни бұл жерде IP адреспен тікелей жұмыс жасаймыз. V ол бізде verbose, қосылу туралы ақпаратты экранға шығарамыз, және портқа біз бағанағы reverse shellге жазған портты теретін боламыз. Енді біз бұны іске асырсақ, бізде осы порт бойынша тыңдалым жасалды деген сөз. Енді біз осы автор PHP-ні ашып алуымыз керек. Ол үшін біз осы VP деген жерге копировать етіп, жерге content деп жазамыз. Өйткені біз белгілі бір контентті, яғни теманы бұл жерде ашамыз. Осыған сәйкес біз жазамыз ZMS. Яғни біз ZMS-ті бағана өзгертті. Бізде ол өзгертілген ZMS, ол 2015, яғни мына жерден байқауға болады. Және осыған қасына біз автор PHP деген файлды жазатын боламыз. Егер бұны іске асырсақ, және терминалға өтсе, бұл жерде біз жүйеге қол жеткізгенін байқаймыз. Қазір бұл жай ғана кәдімгі терминал, оны енді толыққанды интерактивті терминалға ауыстырайық. Ол үшін біз script /dev/null және c bash деген команданы орындаймыз. Байқап тұрсақ, бізде қазір diamond деген пайдаланушы екінші сұраққа сәйкес бізде кілт home'ның ішінде сақталуы керек. Яғни бұл жерде біз ашамыз cd home'ды. Бұл жерде бізде robot деген папка бар. Оны ашып алсақ, және соның ішінде бізде екінші сұрақтың кілті осы жерде сақталғанын көреміз. Енді оны ашып көрейік. Ол үшін біз cat деген команданы орындаймыз. Бұл жерде байқап тұрса, бізге оны ашуға тыйым салды. Енді осының орнына біз осы файлды ашып көрейік. Бұны ашып алса, бізде келесі хэшталған код берілген, оны дешифрлайық, яғни кері қалпына келтірейік. Бұл жерге біз осыны қойып, және капчаны орындаймыз. Отправить деген батырманы бассақ, бізде осындай код шығады. Яғни бұл жерде бізге робот деген пайдаланушыға кіріп алу керек. Яғни біз home деген жерде тағы робот деген пайдаланушыны байқаймыз. Яғни бұл жерге біз жазамыз. Яғни робот деген пайдаланушыға кіру үшін біз su деген команданы орындайтын боламыз. Жазамыз su-robot және паспортқа, яғни парольға біз табылған парольді енгізетін боламыз. Енді біз осыған толыққанды интерактивті терминалға ауыстырсақ, бұл жерде пайдаланушы өзгергенін байқаймыз. Яғни біз алдымен жалпы директорияға өтіп алуымыз керек. Соның ішінде home, robot және осының ішінде бізде екінші сұрақтың кілті болуы керек. Біз жазамыз, яғни cat және осы файл. Мінекей бізде табылған екінші кілт. Біз бұны осы жерге салайық, және
чек деген батырманы бассақ, ол бізде дұрыс жауап деп шығарады. Енді үшінші кілтін тауып алу үшін бізге root правға, яғни екінші деңгейге қол жеткізу керек. Яғни біз терминалға келесі команданы орындайтын боламыз. Яғни осыны. Бұл жерде біз жалпы директорияда суит биттері орнатылған файлдарды іздейтін боламыз. Мінекей бұл жерде байқап тұрсақ, бізде nmap құралы бар. Яғни біз nmap құралын іске асыру арқылы root деңгейге жеткізе аламыз. Яғни мынау сканерлеп біткен соң, яғни бізде егер файлда құралда суит биттері орнатылған болса, егер оны кез келген пайдаланушы код орындайтын болса, ол root правға дейін жеткізуі мүмкін. Яғни біз жазамыз nmap интерактив, ол бізге интерактивті режимге ауыстыруға мүмкіндік береді. Және бұл жерде біз C леп белгісі және CH деп жазамыз. Яғни леп белгісі дегеніміз ол осы келесі кодты орындау және оны осы терминалдың ішінде орындау, яғни бөлек тағы да терминалды ашпауды деген білдіреді. Ал CH ол бізде shell, яғни командалық жолды білдіреді. Егер оны іске асырса, бұл жерде root правға, яғни екінші деңгейге қол жеткізгенін байқаймыз. Яғни осыған сәйкес бізге ашу керек cd, яғни жалпы директорияға және rootқа. Осының ішінде бізде үшінші сұрақтың кілті болады. Біз жазамыз cat және осы файлды. Мінекей бізде табылған үшінші кілт. Біз бұны сәйкесінше копировать етеміз және сайтқа қойсақ, ол бізде дұрыс деп шығарады. Осымен болды. Қарағандарыңызға рахмет. Қазақ тілін қолдап, лайк басып, видеоны бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.